Өте дәмді бауырсақ екен. Тура әжемдікіндей. Кім шай ішеді? Ей, сен бір жаққа кетіп едің ғой. Бармайтын болдым. Бауырсағың дәмді болыпты. Рахмет. Бірақ сен ауыз тиіп қана қойдың ғой. Дана, сен ертең кешке не істейсің? Бізде не болғанын білмейсіңдер ғой. Бізде оқитын бір Макс деген жігіт бар. Ой, жек көрем соны. Ой, Құмар ойын үшін оқудан шығарып жіберетін білесің бе? Не, карта ойнап отыр ма? Yes! 5 минутта 2000 теңге ұттым. қысқасы, ол дастанмен онлайн покер ойнап, Қарсыласын түгін қалдырмай жеңгенші. Қорқып қалдың ба? жеңілген, жеңгеннің тілегін орындаймыз деп, өзара бәстеспей ме? Сонда ақша ойнау сен үшін ерлік пе? Ақшаға емес. Оған тыйым салынған. Универден шығарып жіберетін еді ғой. Міне! Покер құдай кім? Сосын, Макс оған не істедігенін білесіңдер ме? Сен Дананы кездесуге шақыруың керек. Дананы? Мәссаған. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Достар. Қазақстан ұлттық арнасында футболдан Қазақстан премьер-лигасы. Алматының қайраты мен Қостанайдың тобыл арасындағы бәсеке. Тікелей көрсетілім. Бүгін сағат 14:50-де. Біздің футбол ұлттық арнада. Күннен қуат аламыз, желден жарық жинаймыз. Жел энергетикасының әлеуеті зерттелген, ол 920 миллиард киловатт сағат құрайды. Баламалы энергетика туралы көп айтамыз, ал игілігін қашан көреміз? Түркістанда құрастырылған күн нұрымен жүретін көлікті қашан мінеміз? Бүгін автокезетте. Қазақстан ұлттық арнасында. Шайбалы хоккейден әлем чемпионаты. Бірінші дивизион. Бүгін 22:05-те Қазақстан, Жапония. Ұлттық құрамаға, ұлттық арнада жанкүйер бол. Алло, Жәлел аға. Бану, бұл мен. Айтып қоятын бол. Жарайды сүйіктім, көріскенше. Бірдеңеден сезіктеніп қалмас екен. Телефоныңа жауап берсеңші, мелек құдай үшін. Қазақстан ұлттық арнасында сенбі және жексенбі күндері Анкарада екенімді айтып қоятын болды. түрік телехикаясы Дениз. Қара. Біздің университетте 3-ші бөлім. Үйленбей жүрген ауылбай қыз оқиды. Оның ханшайым болғысы келеді. Арманын іске асыратын мүмкіндік туып тұр. Ол мүмкіндік сен, Дастан. Түсінбедім. Қайдағы ауылбай қыз? Түсінбейтін несі бар? Сен Дананы кездесуге шақыруың керек. Дананы? Ей, сенің есің дұрыс пе? Әзілемес, түсін мені. Мен адамдарға көмектескенді жақсы көрем. Қазір Оралдың күнекей қызына көмектескім келіп тұр. Сен мен бір кешті өткізген ол, өмірге риза болып, гүлдей жайнап шыға келеді. Сен қуып кеттің, Макс. Мен кеттім.
лекті орындамасаң, бүкіл универге сөзінде тұрмайтын ез деп жай жіберем. Бір ғана кездесу ғой. Қаласаң шеу болсын. Болмайды. Жарайды, келістік. Тоқта, сен омен жасырын жолықпауың керек. Сосын, екеуміздің келіскенімізді ешкім білмеу керек. Жарайды, солай де. Жақсы. Тоқта. Сен оны кездесуге бүгін шақыруың керек. Жоқ, бүгін шақыра алмайым. Дәлізде Камила күтіп тұр ғой. Ана жақта да, ана? Қозы үрпеш. Таңда өзіңде. Ой, өте дәмді бауырсақ екен. Тура әжемдікіндей. Кім шай ішеді? Ей, сен бір жаққа кетіп едің ғой. Бармайтын болдым. Бауырсағың дәмді болды. Рахмет. Бірақ сен ауыз тиіп қана қойдың ғой. Дана, сен ертең кешке не істейсің? Мен бе? Иә, бір жаққа барып қайтсақ қайтеді. Мысалы, киноға дегендей. Неменеге қадалып қалдыңдар? Кешір. Сабаққа дайындалуым керек. Ауылдың қызын киноға да шақыра алмайсың. Сені де еркек дейді ау. Келісетін еді. Сен ғой сол кезде жырқылдап бөгет болған. Ей, мен ол шығып кеткен соң күлдім. Айналайын, қозы көрпеш. Дана саған қарамай кетті. Саған қарайтын ұсақ түйек Камила сияқтылар. Камила не, ұсақ түйек пе? Енді оған көзіңді қысып, ақшаның шетін көрсетсең болғаны. Ал Дана ондай емес. Оған біздің рок жұлдызымыздың да тісі батпас. Солай ғой, Дастан? Нұреке, менеджменттен дәптер дайындап бедің? Иә. Үй тапсырмасын ше? Бәрін жасадым. Маған бере тұрша, түк түсінбедім. Көрдің ғой, ақыл ғой. Әдемілер ақмақтау болып келеді. Рахмет. Бұл өмірдің заңы. Менеджменттің оқпаған адам хор қызын қалай қаратсын? Шақыру керек пе, шақырдым. Ал бас тартқан өзі бол өзіне. Олай болмайды. Шарт бойынша сен Данамен кездесуің керек. Ал ол сенің бетіңді қайтарып тастады. Сондықтан сен Дананы бір жаққа шақырмағанша шарт орындалмайды деген сөз. Шарт бойынша шақыруым керек болған. Ал бас тарту, тартпау туралы мүлдем әңгіме болған емес. Қозы көрпеш, сен жігіт емессің. Көрдің ғой, ақыл ғой. Сөзінде тұрмайды. Қыздарға да жүрегі батпайды. Дастан, ек сөйлеме. Кетшей сен. Қойшы, ертең кешке не істейсің? Сайқы мазақтар. Жігіт киноға шақырса. Несі бар? Ештеңесі жоқ. Жай барғым келмеді. Солай де. Кеше басқаша болған сияқты еді ғой. Ой, Ол кеше болатын. ақырын сөйлеңдер ша. Камила, қазір сабақтан қаласың. Ай, мазамды алмаш. Дана дейм. Киноға бара салмайсың ба? Жігітке де мүмкіндік беру керек. Мүмкіндік дейсің бе? Ол жай ғана мені киноға шақырды ғой. Жайдан жай киноға ешкім шақырмайды. Сондықтан болар. Оны мен ешқайда барғым келмейді. Астанаға мен бұл үшін келген жоқпын. Ой, оқымысты бола қалмаш. Оқымысты болса несі бар? Негізі бар ғой. Дастанға мен емес, Камила ұнайтын сияқты. Онда неге ол Камиляны емес, сені киноға шақырды? Не естімей қалдым? Дастан сені киноға шақырды ма? Ұйықтап жатыр едің ғой. Ұйықта бер енді. Өзің ұйықта. Көрген түстерін айтып, сандырақтауларын қарай көр. Қызғанып тұрсың ба? Тіпті шын болғанның өзінде Данаға жаным ашиды. Дастан жай әзілдеп еді. Ол мәз. Мәз болып тұрған ешкім жоқ. Оны мен ешқайда барғаным жоқ. Дұрыс дегенсің. Ол жай ғана шамасы біреумен
бәсекелескен шығар. Дастан Дананы былай-ақ шақыра алмайды деп тұрсың ба? Ха, әрине, сен алдымен құрбыңның түріне қарап алмайсың ба? Фу! Дана, менің ойымша, сен қалай болғанда да Дастанмен киноға баруың керек. Не болса, о болсын. Не болатыны белгілі. Бүкіл универ сені мазақтайтын болады. Оны мен ешкім барайын деп жатқан жоқ. Дана дейм, ол оны ешкім шақырмаған соң қызғанып отыр. Оған мән бермей-ақ қой. Алаңдамай-ақ қойыңдар. Мен өз есемді жібермеспін. Алаңдап тұрған біз емес. Алина, кеттік, қазір кешігеміз. Барлықтарыңның жиналғандарыңа рахмет. Менің сендерге айтатын маңызды жаңалығым бар. Кешіріңіз. Кел, отыр. Сонымен сендерге айтатын екі маңызды жаңалығым бар. Жағымды жаңалық па? Енді қалай айтсам екен? Біреуі жағымды, ал екіншісі онша емес. Қайсынан бастайын? Жақсынан. Жақсымен шөп шай үшін жаманнан бастау керек. Жаңалықтың жақсылығы сол. Сендер алғашқы академиялық есепті кезеңнен кешікпей өтесіңдер. Және бақылау кестесі хабарландыру тақтасында тұр. Керемет жаңалық. Оның несі жақсы? Енді алғашқы маңызды бақылауды тапсыра алмасаңдар, сендер қайтып үйлеріңе ораласыңдар да туысқандарыңа қосыласыңдар. Мәссаған. Онда жағымсыз жаңалықты сұрамай-ақ қояйын. Екіншісі, алғашқы маңызды бақылау менің сабағымнан болады. Ол жалпы менеджменттен. 3 күннен кейін болады. Сендерден күтетінім, менің дәрісімнің конспектісі барлықтарының қолдарында тұрсын. Ал екіншісі, сендер сабаққа үнемі ынталы болуға тиіссіңдер. Осы сабақ біткеннен кейін менің кабинетіме келіп, оқулықтарыңды алып кетсеңдер болады. Жақсылап тұрып дайындалып аласыңдар. Нұреке, сенде барлық дәріс бар ма? Иә. Дос болайықшы. Осымен болды, бітті. Жақсылап тұрып сабаққа дайындалыңдар. Осы апта өте қиын болады. Сонымен жақсылап дайындалыңдар. Өйткені біз жақсылап тапсыруымыз керек. Не істейін деп жатырсың? Ей, нең бар? Уәдеңді орындайтын сәт туып тұр. Дана, дәмханаға бара жатыр. Шайыңа жүрші. Жолың болмады, қуыршақ. Мен оны ренжітіп алдым ау деймін. Кешірім сұрағаным жөн болады. Ой, қойш, болды. Бетін қайтардың ба, қайтардың. Сағыныштан сарғайып өле қоймас. Сонда да ыңғайсыз болған сияқты. Әне қара, Асқар. Не бопты? Не болушы еді? Жай көріп қалдым. 9 жас айырмашылық көп пе, аз ба? Қалай ойлайсың? Кімнің жасы? Адамның жасы. Жарайды, ештеңе емес. Жай айта салдым. Сонымен кім туралы айтып жатыр едік? Бетім ай, сен Асқар ағайға ғашық болғаннан саумысың? Неге ғашық болып қалуың керек? Жай ұнайды, сен де айтасың ау. Тақырыпты бұрмай отырш, біз Дастан туралы айтып отырмыз. Ол үлкен адам ғой. Несі бар екен? Жасы 27-де ғана. Сонша үлкен емес. Оның үстіне бойдақ. Мұны қалай біліп қойдың? Саусағына қараш, сақинасы жоқ. Есің дұрыс емес. Оқытушыға ғашық болу жат қылық. Оны жұмыстан шығарып жібереді. Тыныш, қайдағы махаббат? Ақылыңнан адастың ба? Жай ұнайды. Қызықсың. Саған ештеңе айтуға болмайды. Қыздар, сабақтан қалмайсыңдар ма? Астарың дәмді болсын. Рахмет.
Еркін өміріміз осымен тәмам. Мұнда бекер түстім ғой деймін. Одан да Миланда қалап, шарап жасауға үйрететін колледжге түсуім керек еді. Қап! Иә, қолыңнан келері де сол. Дастанның гитарасын қинамай қойсаң жақсы болар еді. Оған алаңдамай қой. Дан алаңдасын. Алаңдап нем бар? Ақылгөй, өнер тапқыш. Мұнан кімге керегі бар? Сен оданша аспап жасап шығармайсың ба? Біз сені болашақ музыкалық тобымызға қосып алар едік. Сендердің топтарыңа? Сен әлі оған ешкім қосқан жоқ сияқты еді ғой. Бекер айтасың, Қыңыр Белла. Мен баста ойнаймын. Шынымен де, жаттығу туралы ойлансақ қайтер еді? Ойланатын несі бар? Аспап керек. Айналайын Ақылгөй. Мұнандай тікұшақ дүкенде 1000 теңге тұрады. Шаршамай сатып ала салсаңшы. Аппарат сынаққа дайын. Жарылмай ма? Жарылмау керек. Ей, ойнап айтам. Қане, қоссайшы шаң сорғышыңда. Мұнаны қара. Керемет, алақай. Оған тағы мультимедиялық таратқыш орнатуым керек. Сәлем. Бәріңе сәлем. Не болып жатыр мұнда? Нұрланның тікұшағы көкке көтерілді. Ағайындар айттар жолда қалды. Ағайындар айттар ұшақ ойлап тауыпты. Ал біреудің гитарасын ұстауға саған кім рұқсат берді? Нұрлан, Ақылгөйіңді тағы бір рет ұшыршы. Ақылгөй артық ұшып қойды. Тағы жөндеу керек болады. Ақылгөй. Нәтиже бар ма? Ақылгөй де берсең, мен сені мақсат деп атайым. Сен ренжіме, саған лақап ат жарасады. Ал мақсат менің болмысымды аша алмайды. Сондықтан Макс де. Тиіспе. Мынау немене тағы? Камераның көзі. Тікұшаққа камераның не қажеті бар? Қайда ұшып бара жатқанын көру үшін. Мына жерге мультимедиялық таратқышты орнату керек. Мә саған, сен тума талансың. Көңіл көтеретін күшті нәрсе ойлап таптың. Көңіл көтеретін ес? Бұл мобилдік платформа жасанды. Интеллектке қажет, есінде. Сонда сен онымен қашықтықта басқара аласың ғой. Әрине. Мына құралмен. Бұрылыс қалтарыстардан өте алады. Мысалы, терезеден де. Теориялық тұрғыда, я. Оны не қыласың? Қысқасы былай. Сенің шаң сорғышыңды далаға жібереміз де, төмендегі қабаттағы қыздардың терезесіне кіргізе саламыз. Не деп тұрсың? Мен ешкімнің терезесінен сығаламайым. Сығаламаймыз. Кішкене ғана көреміз. Бар болған осы. Саған емделу керек. Айналайын қозы көрпеш. Ақылгөйді тікұшағымен қыздардың бөлмесін қарауға көндірші. Қыздарды қадай киініп жатқан көреміз. Ол сен сияқты қылтың-сылтың емес, жөні дұрыс адам. Мұнаны қара. Қарызын әлі өтеген жоқ. Сөйте тұра, дұрыс адам бола қалыпсың ғой. 2 күн өтті. Рахмет, жақсылығыңды ұмытпайым. Кетшейсен. Бүгін ол көңілсіз жүр. Байқадың ба? Кім? Дастан ба? Енді мақсат емес қой. Меніңше, дәл қазір кешірім сұрағаның дұрыс сияқты. Кешірім сұраған нес? Керек емес деп өзің айттың емес пе? Енді керек. Тым болмаса, Камиляның жынына тиік. Түсінбедім. Кешірім сұрауымның Камиляға қандай қатысы бар? Ой. Сәлем. Сәлем. Камиля қайда? Әлі келген жоқ. Не айтайын оған? Маркетингтің дәрісін берем деген.
Иә, менен сұраған болатын. Саған бермекші екен ғой. Көңілсіз жүрсің ғой, Дастан. Жағдайың қалай? Бәрі жақсы. Шаршағаннан ғой. Айтпақшы, Дана, сен маған ренжімеші. Мен сені ренжітейін деген жоқпын. Ештең етпейді. Сен де мені кешір. Мә дәрісті ал. Рахмет. Сонда сен менімен барасың ғой? Қайда? Киноға? Уақытым жоқ деп айттым ғой. Түсінікті. Менеджменттен бақылауға дайындалу керек. Оның үстіне киноға баруды онша ұната бермеймін. Тек киноға бару міндетті емес шығар. Қалада қыдырып қайтуға да болады. Сөйтейік? Алина, шынымен де Дана. Қаланы аралауға 1 сағат қана кетеді. Қараш, күн қандай тамаша. Бақылау ешқайда кетпейді. Қойшы, Алина, 1 сағат бойы қаланы аралағым келмейді. Болмаса, дәмханаға барайық, барып кофе ішіп, әңгімелесіп деген сияқты. Дәмхана? Бар. Таза ауа жұтып қайт. Нешеден? 8-де, болмаса 9-да. 9-да шыға алмайым. Бос уақытым таба білдің, Дастан. Сағат 8-де дәмханада. Солай ғой? Солай. Жарайды, көріскенше. Жақсы. Дәптерді ұмытпа. Рахмет. Дайындық. Мотор. Айшолпан ақпарат. Арайлы күн, нұр кірпігін қаққанда. Таң шолпан. Бұл атамекен дегеніміз, олар тек ірі кәсіптің, ірі жаңағы өзінің мүдделері бар топтардың мүддесін қорғайды. Қарапайым кішігірім бизнесмендер сырт қалады деп атайды. 80-90% біздің кәсіпкерлер жергілікті жерде жүрген шағын жанұясының күнін ойлап жүрген кәсіпкерлер. Соларға көмек береді бұл палата. Тегін. Өзіміз сияқты ауылдан шыққан азаматтардың үлкен кәсіпкерге айналуы қаншалықты оңай, қаншалықты қиын. Осындай дәрежеге жеткенім біріншіден айтып кеттім, ата-анамның тәрбиесі, екінші еліміздегі саясат. Айдос Сарыммен бірге ашық әңгіме. Бүгін акциздік тауарлардың бағасы неге арзан? Ол бизнес қой. Акциздік тауарлардың қалай санын азайтамыз? Ал 11-ден кейін кім арақ сатады? Оларға қолданатын шараны күшейту керек. Оршы Өзбекстанымыз, Тәжікстан 101 орында, біз 31 орында болған мақтанатын емес, қорқатыныз. Сондықтан біз болашақты ойласақ, біз мына жастарымыздың болашағын ойласақ, біз қазір осы дерттермен күресуіміз керек. Ертең алаң. Ата-ананың қадірін балалы болғанда түсінеді екенсің. Бұл қуанышың ұзаққа созылмас. Пратаптың жалғыз тұяғы. Сугнаның нәрестесі менің немерем. Дүйсенбі және жұма аралығында Қазақстан ұлттық арнасында Келін телехикаясы. Түсінбедім. Қайсымызды дәмханаға шақырды? Дастан, сәлем. Сәлем. Менің тосын сыйым ұнады ма? Тосын сый? Қандай тосын сый? Билетші. Сонымен кешке қарай дәмханаға келесің ғой? Иә, бірақ қандай билет? Кешке түсіндірем. Жарайды, 8-де күтем. Қара. Тағы не болып қалды? Көз тартпайды. Ал, мына
мына белдемшені мынаумен кисеші. Басқа ештеңе жоқ па? Негізі бар ғой, сенің киім мәселесімен айналысу керек екен. Несі ұнамай тұр саған? Қалай десем болады? Маған ұнамайды. Ал мына көйлекті кисеші. Ал мынаны ешкімге көрсетпей тығып тастағаның дұрыс. Неге? Менің мамам осы көйлекті жақсы көреді. Өте жақсы. Оны ауылыңа барғанда ғана ки. Ендеше бар ғой. Дәл осы қалпымда барам. Неменеге сенен сұрап тұрмын десейші. Мен саған өз костюмымды берейін. Саған құйып қойғандай болады. Керек емес. Бар мен базар. Оны мен кездесуге бара жатқан жоқпын ғой. Әлде кездесуге ме? Ол енді өзіңе байланысты. Жабысып қоймадың ғой. Айттың ғой. Тікұшақпен ешкімді сығаламаймыз деп. Бірақ рет қана. Одан да менеджмент оқы. 3 күннен кейін емтихан. Оқит несі бар? Дәптерді бір қарап шықсам болды. Сен конспектіні өміріңде көрдің бе? Мынау не тағы? Макс, қараш, дәптерімнің арасында жатыр. Міне қызық. Саған ғашық жұмбақ қыз пайда болған ба? Жұмбақ? Анда Камиля деп жазып тұр ғой. Бәсе, неге біздің бөлмеге кіре береді десем? Шаруаң бітті, ақылгөй. Камиля саған ғашық. Бірақ дәптер Дастанда болды ғой, соған арналған шығар. Дастан өзінің билетін біреудің дәптеріне сала салмайды ғой. Оның бәрі жайдан жай емес. Ноутбугын қарап бересің бе? Камиля саған өлердей ғашық болып қалған сияқты. Маған? Иә, саған. Алматылықтардың кейбір ақылды, байсалды, оның үстіне сенімді ауылбайдарды жақсы көреді. Жа, қалжың. Ренжіме. Сонда мен дәмханаға бара берейін ба? Жоқ, сен тағы да 1 сағат отырып ойлана бер. Ей, бармағанда ше, бол, тез. 15 минут қалды. Тез. Макс, билет маған болмаса қайтем? Ол жақта жалғыз емес, біреумен отырса. Макс! Жоға, сен маған. Ол сен үшін жанын беруге дайын. Сөзбен бата алмаған соң жазып жіберген ғой. Қане ақылгөй, бол, тез, қане алға. Кеңсеңші тез. Бол. Апа. Ой, Ей, қайда жібердің оны? Қап, Макс, сындырдың ғой. Нең бар еді оған тиісіп? Ей, айқайламаш. Көрдің ғой, камера істеп тұр. Бәрі жақсы деген сөз. Бірақ қайда түсіп кетті? Суға түскен сияқты. Мен барып қарайын. Мынау еден жуғыш сияқты. Қойманың іші мынау. Мен кеттім іздеймін. Сабыр сақта, саспа. Мен өзім жоғалтым ба, өзім табам. Ал сен дәмханаға бар. 5 минут қалды. Алаңдама, өзім табам. Жүгір тез, бол. Сәлем. Не қып жүрсің кештетіп? Дастан шақырды. Сен кімді күтіп отырсың? Құпия.
Сәлем. Сәлем. Кешкенім үшін кешірші. Ештеңе етпейді. Сәлем. Сен мені күтіп отырсың ба? Мүмкін. Кел отыр. Уажырыңдар. Қайда кеткен бәрі? Алина, не тауып алғанымды көрсең ғой, риза боласың. Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтін оқығандар Гүлнар Рыспай, Толқын Айтмұғамбетқызы, Айым Жетпісова, Дәурен Серғазин, Ербол Тілеукенов, Жандәулет Батаев, Азамат Ескулов, Бекен Сәбенова. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов, Еркін Рахимов. Дубляждың режиссері Рита Әбішева. Техникалық редакторы Санат Серғазы. Продюсері Самал Жайнақова. Шығармашылық топ жетекшісі Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2013.